Шетелге кетіп, еңбегімен таналған қазақ ғалымдары жайында естісек ішіміз қылп ете қалады. Бір кездері сыртта жүргендерді елге қайтарып, бір ортаға жұмылдыру мүмкін бе деген мәселе жиі айтылатын, шындап кіріссе нәтиже шығаруға болады. 2016 жылдан бері Назарбаев университетінің бастамасымен 28 қазақстандық ғалым елге оралыпты. Әлемнің көп елінде тәжірибе жинаған мамандар қазір елордада еңбек етіп жүр. Мақпал Мадиярованың материалы. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстанда 22.665 ғылыми кадр бар. Олардың 36% 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар, тағы 39% орта жастағылар. Ендігі мақсат ғалымдар санын 1,5 есеге көбейту. Назарбаев университетінің ғылыми департаментінің басшысы Адесида Илесанми шетте жүрген ғалымдарды елге қайтаруда отандық ғылымның әлеуетін көтеруге, ғалымдар санын арттыруға септігін тигізетінін айтады. Сондықтан бұл оқу орны 2016 жылы шетелдегі ғалымдарды Қазақстанға жұмыс істеуге шақыратын арнайы бағдарлама қабылдаған. Нәтижесінде 28 жас ғалым Назарбаев университетте ғылыммен айналысып жатыр. Біз ақш, Австралия, Франция, Жапонияда тағы басқа мемлекеттерде жүрген қазақстандық ғалымдарды біздің университетте жұмыс істеуге шақырдық. Олардың бай тәжірибесі оқу орнының да, жалпы қазақстандық ғылымның да әлеуетін көтереді. Әлемдік ғылыммен бәсекелесуге мүмкіндік береді. Біз сол үшін зертханаларды ең озық үлгідегі технологиямен жабдықтап жатырмыз. Ер айналып, елін табар дейді қазақ. Шетелде оқып, қызмет істеп, 11 жылдан кейін Қазақстанға оралған ғалымның бірі Берік Ұзақбайұлы. Физика мамандығы бойынша Түркияда бакалаврды тамамдаған, ақшта докторантурада оқыған. Қазір Назарбаев университетте микроаккумулятор жасаумен айналысып жатыр. Сізде қолыңыздағы болған телефондағы аккумуляторды кішірейтсеңіз, оның қуаты мен энергиясы жетпейді. Сол үшін оны басқа тәсілмен жасау керек. Сол үшін біз осы жерде басқа тәсілдермен микроаккумулятор жасауға тырысып жатырмыз. Соны қазір электролит жағын біз жасап қойдық. Қазір енді катод пен анод жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Ал Жапониядан қайтқан Азамат Ешмұхаметов электронды инженерия саласының маманы. Трос, алюминий түтіктер сияқты ең қолжетімді арзан материалдармен ақ конструкциясы күрделі роботтар жасауда. Оның роботтарын ғарышты зерттеуге немесе ауыр өнеркәсіп саласында құрылыста жүк көтеруге пайдалануға болады. Бұл робот кез келген жерде жұмыс істей алады. Мәселен, судың астында радиация мөлшері көп жерде, ауа температурасы суық болса да қызмет көрсете береді. Өте төзімді. Салмағы мысалы 3,5 келі, бірақ 10 келіден асатын жүкті оп-оңай көтереді. Мемлекеттің алдында тұрған басты міндеттердің бірі еліміздің ғылыми әлеуетін көтеру. Сондықтан мемлекет басшысы үкіметке жетекші ғалымдарға жоғары жалақы төлеуді. Жыл сайын әлемнің атақты ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етуді тапсырған. Жас ғалым жобасы аясында ғылыми зерттеу жүргізуге 1000 грант бөлінеді деген. Бұл міндеттер қазіргі таңда жүзеге аса бастады. Осы қабылданған мемлекет тарапынан жүйелі қабылданған шаралар арқасында соңғы 2 жылдың ішінде жас ғалымдардың саны ел бойынша 1200-ден асты. Және Еуразиялық ұлттық университетінде де қазір жас ғалымдардың саны 3-тен 1 бөлігі жас ғалымдар. Қазақстандық ғалымдардың әлеуеті өте жоғары, болашағы бар. Бірақ үлкен мәселе сол ғылыми жұмыстың нәтижелерін бүкіл халықтың игілігіне пайдалану. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтсақ, осы замандағы жан таңғаларлық нәрсенің бәрі ғылыммен табылған. Адам баласын көкте құстай ұшырған да, суда балықтай жүздірген де ғылым. Сондықтан ғылым мен ғалымның әлеуетін көтеру кезек күттірмес ауқымды міндет. Мақпал Мадиярова, Мұхаммедәлі Тілдебаев, 7 күн.